Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте қарапайым заттардан жасалынатын, табада пісетін, өте жұмсақ болып шығатын торттың рецептін ұсынғым келеді. Міндетті түрде видеоны қарап, рецепті сақтап алуға кеңес беремін. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Миксер қолданбай-ақ қойсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып болғаннан соң оның үстіне сүтімізді қосып, тағы да араластырамыз. Сұйық май қосамыз. Сұйық майдың орнына ерітілген сары май қолдансаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте осы сұйық массамыздың үстіне ұнымызды аз-аздан салып отырып араластыратын боламыз. Ұнымыздың үстіне аз ғана қамыр қосқыш қосамыз. Ұнымыздың барлығын салып болғаннан соң міндетті түрде массамыз біркелікті болғанша жақсылап тұрып араластырамыз. Келесі кезекте табамыздың астын аз ғана майлап, газдың баяу отында жаңағы сұйық массамыздан 1,5 ожаудай құйып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде табаның бетін жауып қойып, пісіруді ұмытпаңыздар. Екі жағын осылай аударып отырып пісіретін боламыз. Қождарымыздың әрқайсысы шамамен 4-5 минут аралығында пісіп шығады. Менде 6 дана қож шықты. Әбден суығаннан соң кремін жағатын боламын. Менің крем араластырған жерім өкінішке орай видеоға түспей қалыпты, ол үшін әрине кешірім сұраймын. Негізі крем дайындау өте оңай. Сливки мен қант ұнтағын қоюланғанша жақсылап миксерлейсіздер. Крем да тез дайын болады. Қаласаңыздар қаймақ пен қант ұнтағын араластырып қолдансаңыздар да болады. Осы кремді қождарымыздың барлығына жағып шығамыз біркелікті етіп. Тортымыздың орталарына осылай грек жаңғағын ұнтақтатып сеуіп шығамын. Негізі бұл міндетті емес, бірақ тортымызға өте ерекше дәм беріп тұратын болады. Торттың барлық жеріне кремімізді жағып болғаннан соң үстіңгі бетіне осылай какао сеуіп шығамын, ал жандарына жаңағы грек жаңғағын сеуіп шығатын боламын. Кремімізді жағып болғаннан соң тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз, сонда кремі жақсы сіңетін болады. Достар, көріп тұрғандарыңыздай тортымыз дайын, өте жұмсақ әрі қарапайым ингредиенттерден дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар.